Күйеуім вақтаға кеткен түні үйдің іші тым-тырыс болып қалды. Күнде теледидардың дауысы, шайнектің ысқырығы, оның шайың дайын ба дегені жетпей тұратын сияқты еді. Бірақ сол жолы тыныштықтың өзі маған біртүрлі күмәнді көрінді. Сағат 11-ге таяғанда есік қоңырауы безілдеп қоя берді. Түннің ішінде кім болды екен деп жүрегім атша тулап кетті. Терезеден сығалап қарасам, есік алдында күйеуімнің досы Нұржан тұр. Қолымда пакет, түрі сәл абыржыңқы. «Жеңеше, қорықпаңыз, менмін», деді ол кіріп. «Ағаң үйге соғып шайнек қарап кет деп еді. Мен антаң болып қалдым. Күйеуім ондай тапсырманы маған айтпайтын. Үйдің шайнегі бұзылмаған, өзің де аманмын. Бірақ Нұржанның түрі сондай байсалды еді, тіпті күмәндануға да ұялып қалдым. Сөйтіп сол түн мені таңға дейін ұйықтатпайтынын әлі білмеппін. Нұржанды есік алдында көп күттіріп қоюға ыңғайсызданып ішке кіргіздім. Ол табалдырықтан аттай бере жан-жарына көз жүгіртіп алды. Дәл ревизор келгендей. «Үй тыныш екен» деді. «Әйтпесе дискотека күтіп едің», дедім мен. Ол қарқылдап күліп жіберді. «Жеңеше, сіздің тіліңіз ащылау екен, ағам бекер мақтамапты». Мен бірден қипақтап қалдым. Күйеуім мен туралы не айтып үлгерген? Жақсы нәрсе айтты ма, әлде бірдеңе десең жауапты дайындап қояды деген бе? Нұржан пакетті істерге қойып, ішінен кәмпит, печенье, тіпті лимон да шығарды. «Қонаққа өзің келіп, шайға керек дүниені өзім ала келдім. Нағыз тәрбиелі жігітпін, иә?» «Өзіңді өзің мақтама», дедім күліп. Бірақ шынымды айтсам, оның еркін мінезі үйдің ішіндегі ауыр тыныштықты сәл тарқатып жіберді. Дегенмен ішімде бір сұрақ тұрды. Ол расымен шайнек қарауға келді ме, әлде басқа шаруасы бар ма? Шай қойып жүргенімде Нұржан ас үйге кіріп келді. «Көмектесейін бе?» деді. «Жоқ, көмектессең ертең жаңа шайнек алуыма тура келеді» дедім. Ол тағы күліп жіберді. «Жеңеше, мені сонша ебедейсіз деп ойлайсыз ба?» «Әзірге ойламаймын, бірақ уақыт көрсетеді». Осылай қағытпа сөзбен отырып, екеуміз шай іштік. Нұржанның бір қасиеті бар екен. Сөйлесе қалсан, адамды еріксіз күлдіреді. Бірде мектептегі кезін айтты, бірде вақтаға кеткендер туралы әңгіме қозғады. «Сенің күйеуің жұмыста батыр, бірақ үйде шәл іздесе де мені шақырады» деп бір күлдірді. Мен де еріксіз мәз болдым. Бірақ сағат тілі 12-ні көрсеткенде қонақтың әлі қайтар емес екенін аңғардым. «Жол алыс емес пе?» деп байқап сұрадым. «Асықпаңыз жеңеше, ең қызығы әрі басталған жоқ», деді ол жұмбақтап. Сол сәтте менің ұйқым ғана емес, күмәнім де қашты. «Қандай қызық?» дедім мен қасын көтеріп. Нұржан айналасына қарап алды да дауысын баяулатып: «Ағаңыз маған бір аманат тапсырған» деді. Мен бірден тіксініп қалдым. Күйеуім әдетте маңызды нәрсені өзі айтады. «Не аманат?» «Соған асықпай келеміз. Әуелі сіздің көңіл күйіңіз қалай екенін білейін» дедім. «Менің көңіл күйім жақсы, бірақ түнгі 12-де психолог қабылдамайды» дедім. Ол күліп отырып басын шайқады. «Сізді сөйлетсең, ұйқы қашады екен». Менің де ұйқым қашып отыр. Нұржан енді байыппен қарады. «Жеңеше, шынымды айтсам, ағаңыз сізді қатты сағынады. Бірақ соңғы кезде сіз біртүрлі мұңайып жүрген сияқтысыз» деді. Осы сөз мені сәл тосылтты. Күйеуімнің байқап жүргені рас па? Мен шынында кейде жалғыздықтан шаршайтынмын, бірақ оны ешкімге білдірмеуге тырысатынмын. Нұржан шайын ұрттап алып, жымиып: «Бүгін сізді күлдіріп кету менің миссиям» деді. Сөйтіп сол түні ол миссиясын барынша асыра орындады. Нұржан әңгімесін бастап кетсе тоқтамайды екен. Бір оқиғадан екіншісіне секіріп, өзі күліп, мені де күлдіріп отырды. Бір кезде ол ауылдағы тойдың бір қызырын айтып берді. Бір тойда асаба келесі ән күйеуі әйелінен қорқатындарға арналады дегенде, залдың жартысы қол шапалақтап жіберді деді. «Сен ше?» дедім. «Мен қол соқпадым. Өйткені болашақтан үмітім бар». «Әлі қорқпаймын деп отырсың ба?» «Әзірге жоқ. Бірақ сіз сияқты сөзге жүйрік әйел кездессе, ойланып қалармын». Мына сөзінде жеңіл флирттің лебі бар еді, бірақ бәрібір шектен аспады. Қайта қалжында жақын естілді. «Онда саған жуас қыз керек» дедім. «Жуас қызбен іш пысады ғой жеңеше, ал ақылды қызбен бас ауырады». «Екеуінің ортасы бар ма?» «Бар, бірақ ондай қыздар баяғыда тұрмысқа шығып кеткен». Ол маған қарап бір сәт үнсіз жымиып қалды. Мен болсам шайнекке қарап отырғандай сымай таныттым. Сағат 1-ге таяғанда сыртта жел күшейіп кетті. Терезе сықырлап, ауылдағы темір қақпа тарсылдап тұрды. Мен орнымнан тұрып пердені жаптым. «Міне, романтика басталды» деді Нұржан. «Романтиканы қой, мына желден кейін таңертең ауыл асыпырам» дедім. Ол күліп алды да кенет күрсінді. «Шынымды айтсам, бүгін мен де үйге барғым келмей тұр». «Неге?» «Анам таңнан бері үйлен қашан деп миымды жеп қойды». «Сондықтан түн ортасында біреудің үйіне тығылдың ба?» «Жоқ, сіздің үй жылы екен.
Әрі сіздің шайыңыз дәмді. Мен басымды шайқадым. Әзілдеп тұрғаныңды білем. Әзілдің ішінде шындық жатады ғой. Оның көзіне қарасам, расында бір мұң бардай. Сол сәтте мен де сәл жұмсарып кеттім. Кей адамдарды жұрт күлдіргіш деп ойлайды, ал іші жалғыз болуы мүмкін. Нұржан да сондайлардың бірі ме деп ойлап қалдым. Ол әңгіме арасында күйеуім екеуінің жастық шағын айта бастады. Ағаң студент кезде де өте салмақты еді. Біз жатақханада шолап отырсақ, ол болашақта жоспар құрып отыратын. Қазір де солай дедім. Тіпті базарға барарда да стратегия жасайды. Иә, бір келі картоп алу үшін әскери операциядай дайындалады деп Нұржан мәз болды. Мен де шыдай алмай күлдім. Дәл айттым. Бірақ бір нәрсе өзгермепті. Не? Ол сізді шын жақсы көреді. Осы сөзді естігенде күліп отырған бетім бірден бәсеңдеді. Нұржан байқап қалды да әңгімені қайта жеңіл жаққа бұрды. Айтпақшы, ағаңыз маған бір суретімізді көрсеткен. Мынау үйде ұрысса да әдем ұрысады деді. Ойбай, ол саған артық сөйлеген екен дедім қызарып. Жоқ, аз сөйлеген. Мен енді оған тік қарамай, шын аяғында орынсыз сүрте бастадым. Ұйықтау қайда, жүрек оянып кеткен еді. Түн ортасы ауып бара жатса да, Нұржан кетуге асықпады. Біресе күлдірет, біресе жұмбақ сөйлейді. Мен де қазір тұрып кетер деп күтумен болдым. Бір кезде жарық жыпылықтап парбы ұшып қалды. Үй қап-қара түнекке батып кетті. Міне, енді нағыз кино басталды, деді Нұржан. Үндеме, қорқытпа деді мен. Телефонының жарығын жағып, шам іздей бастадым. Нұржан бірден орнынан тұрып, шкафтың үстінен шырағдан тауып алды. Жеңеше, сіздің үйіңізде бәрі бар екен. Шәй, тәтті, тіпті фильмге керек атмосфера да дайын. Тағы бір ауыз артық сөйлесең, далаға шығарып жіберем, дедім күліп. Шырақтың әлсіз жарығында үй мүлде басқа көрінді. Терезеден жел гүлдеп тұр. Осындай сәтте адам еріксіз ішкі ойынды айта бастайды екен. Жалғыз қалудан қорқасыз ба? Деп сұрады ол. Мен біраз ойланып тұрып, кейде қорқпаймын, кейде қатты қорқамын дедім. Бүгін қорқпаңыз, мен бармын ғой. Оның осы сөзі әзіл сияқты еді, бірақ жүрекке тым жақын тиді. Шырақ жарығында отырып екеуміз біраз үнсіз қалдық. Үнсіздік кейде сөзден де ауыр болады екен. Мен әңгімені жеңілдеткім келіп, сен неге әлі үйленбей жүрсің өзі, дедім. Нұржан бірден жымиып алды. Сіз сияқты ақылды, әдемі, шайы дәмді қыз табылмай жүр. Болды, қазір мақтауымнан қант диабеті болып кетем. Сонда да шындық. Маған емес, болашақ жарына айт, репетицияны осы жерден бастама. Ол күліп басын изеді. Жарайды, бірақ қызбен сөйлесу өнерінді бағаладыңыз ба? 10-4. Неге аз? Артық сөйлейсің. Ал сізге оңай ма? Мен бір сәт тосылып қалдым. Күлдіретін оңайт, деп қысқа қайырдым. Ол сол жауапқа риза болғандай орындыққа шалқайып отырды. Демек, менің бүгінгі еңбегім мақталды. Алайда дәл сол кезде ауладан әлде бір тарс еткен дыбыс шықты. Екеуміз де жалт қарап селк ете түстік. Бұл не болды? Дедім сыбырлап. Жел шығар, деді Нұржан. Бірақ оның өзі де сенімсіз айтты. Тағы бір тарс еткен дыбыс естілді. Менің жүрегім зу ете қалды. Ұры емес пе? Ұры болса, сіздің үйді таңдауы өкінішті екен. Мұнда оны тек менің әңгімем күтіп тұр, деді ол. Соған да күліп алдым, бірақ қорқыныш басылмады. Нұржан сыртқа шығайын деп еді. Мен бірден, жалғыз шықпа, деппін. Ол маған таңырқай қарап жымиды. Онда екеуміз шығамыз ба? Отбасылық патруль сияқты. Ақыры есікті ашып аулаға көз салдық. Сөйтсек, желден бос шелек домалап кетіп, қақпаға соғылып жатыр екен. Мен бірден демімді алып, міне, түндегі қылмыскер осы болды, дедім. Ұстадық қой, деді Нұржан. Бірақ бұған жаза ретінде аула сыпырту керек. Үйге қайта кіргенде екеуміз еріксіз күліп жібердік. Қорқыныштың өзі кейде күлкіге айналады екен. Бірақ сол сәттен кейін ұйқы мүлде қашты. Үйге кірген соң Нұржан ас үй үстеліне шынтағын тіреп маған қарады. Жеңеше, сіз батыл екенсіз деді. Мен бе? Шелектен қорыққан адам батыл болмайды. Жоқ, жалғыз үйде отырып та сынбайсыз. Көбісі мұндайда жылап жіберер еді. Жылауға уақыт жоқ. Таңертең тағы тіршілік. Ол басын изеді. Сізді сырттан қарасаң, өте нәзік көрінесіз, бірақ ішінде темір бар сияқты. Ал сен сырттан көп сөйлейтін көрінесің. Ішінде солай ма? Ішімде де сөз көп деді күліп, бірақ кейбірін айтпаймын. Неге? Кей сөз уақытын күтеді. Осыны айтып, ол маған біртүрлі мағынамен қарады. Мен бірден шай құйып, өзімді басқа жаққа бұрдым. Уақыт күтіп жүрген сөзің көп болса, үйге бар да дәптерге жаз. Сізбен сөйлескен қызығырақ екен. Оның әзілге араласқан жылы үні түнді жұмсартып тұрды. Бірақ мен ішімнен, абайла,
артық жақындық керек емес деп өзімді тежеп отырдым. Бір кезде телефоным безілдеп қоя берді. Экранға қарасам, күйеуім хабарласып тұр. Мен селк етіп, бірден трубканы көтердім. «Иә, ұйықтамадың ба әлі?» деді ол. Мен Нұржанға бір көз тастадым. Ол үнсіз отырып қалды. «Жоқ, жарық өшіп қалып еді» дедім. «Қорыққан жоқсың ба?» «Жоқ». «Нұржан барып қалды ма?» Мен таңырқап кеттім. «Иә, айттым ғой, соғып шық деп. Ол бос отырмайды, сені күлдіріп кетеді». Сол сәтте бәрі орнына келгендей болды. Демек, Нұржан расында өз бетінше келмеген. «Иә, күлдіріп жатыр» дедім, еріксіз жымиып. Күйеуім телефонның ар жағынан күліп алды. «Жақсы, түнде қорықсаң, оны қуа берме. Өзі де ұйықтамайтын бала». Телефонды қойған соң Нұржан мақтанышпен: «Көрдіңіз бе, мен ресми түрде жіберілген адаммын» деді. «Иә, бірақ лицензияң таңға дейін жарамайды» дедім. Сонда да ішім жеңілдеп қалды. Дегенмен түннің тосынсыйы әлі бітпеген екен. Телефоннан кейін менің көңілім орнығып, Нұржанға деген сақтығым сәл азайды. Ол да мұны сезгенде еркінсіп кетті. «Жеңеше, енді сендіңіз бе маған?» «Аздап, бірақ толық емес». «Неге?» «Сен күліп отырып адамның сырын тартып аласың». «Бұл талант қой». «Жоқ, бұл қауіпті қабілет». Ол тағы да қарқылдап күлді. «Онда сізден сыр сұрамаймын, өзім айтайын». Сөйтіп, ол бір қызға сөз салып, ақыры қыздың емес, қыздың әкесінің батасын алып қайтқанын айтып берді. Мен күлгеннен көзіме жас келді. «Сонда қыз не деді?» «Әкеме ұнап қалдыңыз» деді. «Демек, отбасына күйеу іздеп жүрген жоқ шығар?» «Білмеймін, бірақ мен сол үйге екінші рет бармадым» деді. Осындай әңгіменің арасында уақыттың қалай өтіп жатқанын байқамай қалдым. Бірақ бір сәтте ол үнсіз қал, маған байыппен қарап: «Ағаңыз сізді бағалайды, тек оны кейде көрсетуді ұмытып кетеді» деді. Бұл сөз мені қайтадан ойға батырды. Мен терең дем алып терезеге қарадым. Қараңғы түн қоюланып тұр. «Кейде соны сезу қиын» дедім ақырын. Нұржан басын изеді. «Еркектердің көбісі жұмыс істеп жүрмін, демек жақсы көрем» деп ойлайды. Ал әйелдерге кейде екі ауыз жыл сөз керек. «Сен психологсың ба өзі?» «Жоқ, анамның күнделікті лекциясынан кейін маман болып кеттім». Мен күліп жібердім. «Анашым былай дейді: әйелдің көңілін таппаған еркек тұзсыз сорпа ішіп жүргенмен бірдей». Мықты кісі екен. «Иә, кейде өзінен де ақылды сөйлейді». «Кейде ме?» «Жарайды, көбіне». Осылайша әңгіменің салмағы тағы жеңілдеп сала берді. Нұржанмен сөйлесудің бірыңғайы бар еді. Ауыр ойды айтып үлгермейсің, ол күлкіге айналдырып жібереді. Бірақ мен іштей байқадым, ол түнде жай келіп отырмаған. Ол мені тыңдап, менің ішкі мұңымды байқап, соны тарқатуға әдейі тырысып отыр. Күйеуім сұрағаны сонша ғана екен. Сағат 3-ке таяп қалған. Мен әдетте бұл уақытта түс көріп жататын едім, ал қазір дастархан басында 3-ші рет шай ішіп отырмын. Егер осылай жолдаса берсе, ертең мен жүрмей жүзіп кетем дедім. «Шайдан ба?» «Жоқ, ұйқысыздықтан». Нұржан маған аянышты кейіппен қарады. «Онда мен кетейін бе?» Сол сәтте неге екені белгісіз, үй қайтадан тым-тыныш болып қалатындай елестеді, бірақ оны білдіргім келмеді. «Қалсаң да, кетсең де, бәрібір танатуға аз қалды» дедім. «Демек, менің қоғамға пайдам тиіп жатыр. Әзірге тек электр қуаты жоқ үйде моральдық қызмет көрсетіп отырсың». Ол орындығынан сәл еңкейіп: «Сізге күлкі жарасады жеңеше» деді. Мен тағы да қипақтап қалдым. «Жарайды, енді мақтауды доғар». «Бұл мақтау емес, факт». «Фактыңды қалтаңа салып қой». Ол күліп басын шайқады. Бірақ дәл сол сәтте мен оның көзінен бұрын байқамаған жылылық көрдім. Мен өзімді басқа әңгімеге бұрғым келіп: «Сенің болашақ жарың қандай болуы керек?» деп сұрадым. Нұржан ойланған кейіп танытты. «Бірінші, күлкісі әдем болсын. Екінші, сөзден жеңілмесін. Үшінші, шайды жақсы демдесін». «Ой, сен әйел емес, комбо іздеп жүр екенсің ғой». «Талғам бар жігітпін». «Сонда жуас қыз саған жарамай ма?» «Жоқ, маған жанды адам керек». «Жанды адам деген қызық анықтама екен». Мысалы, бөлме іші тып-тыныш болса да көңілді тірілтіп жіберетін адам. Мен оның меңзеп тұрғанын түсінгендей болдым да, сөзді созбай: «Ондай адамды жолықтырсаң, бос жіберме» дедім. «Кейде кешігіп жолығасың ғой», деді ол жай ғана. Осы сөзден кейін жүрегім бір түрлі шым ете түсті, бірақ ол дереу күлімсіреп: «Әзіл ғой жеңеше, қорқып кеттіңіз бе?» «Жоқ, тек сенің тілің жүйрік». «Ал жүрек ше?» «Оны өзіңе қалдыр» дедім. Солай десем де, түннің тынысы мүлде өзгеріп кеткен еді. Әңгіме тым салмақтанып кетпесін деп, мен теледидардың пультін тауып, жұмыс істейме деп көрдім. Әрине, жарық жоқта, ол да тек сән үшін жатыр. «Қарасаңшы, техникада ұйықтап қалды» дедім. «Мен ұйықтамадым ғой» деді Нұржан. «Сен техниканың қатарына кірмейсің». «Рахмет, адам қатарына қосқаныңызға». Осы сөзге екеуміз тағы күлдік.
Бір кезде ол үстелдегі лимонды қолына алып, "Мынау да қызық" деді. "Түнгі қонаққа лимон алып келуім қандай белгі? Өзің қышқылсын деген белгі шығар." "Жоқ, өмірлеріңізге дәм қосайын" дедім. Қатты қосып жібердім. Таң атқалы тұр. "Ендеше мені түнгі лимон деп атаңыз." "Жоқ, сені ұйқы жауы деймін." Бұл да жаман емес. Нұржанның осындай орынсыз, бірақ күлкілі теңеулері шаршағанымды ұмыттырып жіберді. Кейде адамға үлкен көмек керек емес, тек көңілін басқа жаққа аударатын бір жан болса болғаны. Сол түні ол дәл сондай жан болып отырды. Төртке таман сырттағы жел басылып, үй іші тіпті тына қалды. Сол тыныштықта ас үй сағатының тықылы да анық естіледі екен. Мен иегімді алақаныма сүйеп отырып қалдым. "Шаршадыңыз ба?" деп сұрады Нұржан. "Аздап, бірақ қазір ұйықтасам, таңертең басым тас болады." "Онда мен соңғы күлкі қорымды іске қосамын." "Қорың әлі тосылмады ма?" "Жоқ, менде арнайы түнгі пакет бар." Сөйтіп, ол бір көршісінің тауықтарының дабыл сағаттан жақсы жұмыс істейтінін айтып берді. Бір күні тауық ерте шақырып, бүкіл көшені жұмысқа жіберіп қоя жаздады дегенде, мен қатты күлдім. "Сенің өмірінің жартысы анекдот сияқты екен" дедім. "Қалған жартысы романтика" деді ол жымиып. "Оны өзің ғана солай ойлайсың." "Мүмкін, бірақ бүгінгі түн бір түрлі есте қалатын сияқты." Осы сөзіне мен жауап бермедім, өйткені ішімнен соны өзім де сезіп отырдым. Бір кезде ол маған байыппен қарап, "Жеңеше, ренжімесеңіз бір нәрсе айтайын" деді. "Айта бер." "Сіз кейде бәрін іште сақтап қоясыз." Сырттан күліп отырған мен, "Ішіңізде ауырлық бар." Мен таңырқап кеттім. "Сонша байқала ма?" "Бүгін аздап байқалды." "Мүмкін. Ағаңыз жақсы адам, бірақ еркектер кейде әйелінің мықтылығына сүйеніп, оның шаршайтынын ұмытып кетеді." Осы сөз дәл жүрегінің түбіне тиді. Мен шынымен соңғы айларда бәрін ішке жинап жүрген едім. "Сен бұны қайдан білесің?" "Мен көп сөйлеймін ғой." "Көп сөйлеген адам көп байқайды да." Мен еріксіз жымидым. "Дұрыс екен. Сондықтан бүгін сізді жай күлдіріп қана қоймай, тыңдап та отырмын." Мен оның жүзінен әдеттегі қалжыңнан бөлек шынайы ниет көрдім. Сол үшін де жүрегім жұмсарып кеткен шығар. Бірақ дәл осы жұмсақтықтың шегін біліп отыру керек еді. Мен сәл тіктеліп отырып, "Нұржан, бір нәрсені дұрыс түсін" дедім. "Маған бүгінгі әңгіме ұнап отыр, бірақ мен үшін шекара деген бар." Ол бірден байсалданып кетті. "Білемін жеңеше, сол шекарадан аттамаймын." "Жақсы, тіпті жақындамаймын. Менің бүгінгі ниетім басқа." "Қандай?" "Сіз таң атқанша көңілсіз отырмасын" дедім. "Ағаңыз да соны қалады." Осы жауап мені тыныштандырды. "Рахмет" дедім шын көңілмен. Ол жай ғана жымиды. "Бірақ жеңіл флиртсіз әңгіме дәмсіз болады екен." "Ей, саған бәрібір қалжың керек қой. Әйтпесе сіз ұйықтап кетесіз." "Сен барда ұйықтау мүмкін емес." Міне, ең үлкен жетістігім осы. Екеуміз тағы күліп алдық. Сол сәтте мен анық түсіндім. Түннің ең қауіпті жері адамның шектен шығуы емес, кейде өзіңді түсінген біреуге бауыр басып қалуым. Ал оған жол беруге болмайтын. Таңға жақын адамның ойы да, әзілі де өзгеріп кетеді екен. Мен өзімнің бұрынғыдай қысыла бермей, еркін сөйлеп отырғанымды байқадым. "Сен бала кезде де осындай ма едің?" дедім. "Жоқ, бала кезде жуас едім." "Сен бе? Сенің жуас кезіңді елестету қиын." "Рас, кейін өстім, сөйледім, халыққа қызмет етемін деп шештім." "Халықтың бірі мен болдың ғой бүгін." "Ең таңдаулы көрерменімсіз. Билет ақысын кім төлейді?" "Бір кесе қою шай жеткілікті." Мен орнымнан тұрып, соңғы рет шай демдедім. Терезеден бозара бастаған таңның ізі көрініп тұрды. Сол сәтте көңілім бір түрлі босаңсып кетті. "Түнде өтіп барады екен" дедім. "Иә, кейбір әңгіме тек түнде айтылады. Күн шыққанда бәрі қарапайым болып кетеді." "Мүмкін, сол жақсы шығар." "Иә, кейде өте жақсы." Ол бұл жолы ешқандай артық сөз айтпады. Сол үнсіздігі маған бұрынғысынан да әсерлі көрінді. Таңның жарығы көбейген сайын үйдің ішіндегі түнгі құпия көңіл күй сейіле бастады. Шырақтың жарығы енді керек болмай қалды. Сол кезде электр де қайта келді. "О, біздің романтиканы жарық бұзды" деді Нұржан. "Жақсы болды. Енді шын өмірге қайтамыз." "Шын өмірде де сіздің тіліңіз өткір екен. Ал сенің әзілің таусылар емес." Ол орнынан тұрып терезеге қарады. "Таң әдемі атып келеді." "Иә, бірақ менің көзімнің асты да әдемі көгеретін болды." "Жоқ, сізге бәрі жарасады." "Тағы бастадың ба?" "Соңғы сериясы ғана." Осы кезде оның телефонына хабарлама келді. Ол экранға қарап күліп жіберді. "Не болды?"
Ағаны жазыпты. Жеңгем ұйықтап қалса, үстіне көрпе жап. Мен ұялғаннан күліп жібердім. Өзінің досын да оңбаған екен. Иә, бірақ сізді қатты ойлайды. Осы қарапайым хабарламаның өзі жүрегіме жылы тиді. Күйеуімнің үнсіз қамқорлығы мен Нұржанның түнгі күлкісі бір жерден түйіскендей болды. Нұржан телефонын үстелге қойып маған қарады. Көрдіңіз бе ағаңыз, сізді маған сеніп тапсырған деді. Сеніп тапсырғаны қорқынышты екен. Неге? Өйткені сен тым көп сөйлейсің. Бірақ жаман ойламаймын. Осы сөзінде шынайылық бар еді. Соны байқадым дедім. Ол басын изеді. Кейде адамға шекараны сақтай отырып та жақсылық жасауға болады. Бәрі ниетке байланысты. Мен үнсіз келістім. Түн бойы санамда жүрген сұрақтың жауабы осы шығар. Бұл түн тыйым бұзылған түн емес. Керісінше, адамның өзінде, өзгені де сыйлай алатынын көрсеткен түн еді. Айтпақшы деді ол кенет. Егер мен бір күні үйленсем, әйеліме міндетті түрде түнде лимон алып бармаймын. Неге? Өйткені ол мені есіктен кіргізбей қоюы мүмкін. Дұрыс дейді дедім күліп. Ал сіз кіргіздіңіз. Ол қателік емес, бірақ қайталанбайтын акция. Ол осы сөзіме қатты күліп қалды. Таң толық атты. Асүй терезесінен күннің алғашқы сәулесі түсе бастады. Шаршағаным енді сезілді. Бірақ көңілімде әлде бір жеңілдік бар еді. Ал Нұржан, енді расында қайтатын уақыт болды дедім. Иә, әйтпесе көршілер мені осы үйдің тұрақты жиһазы деп ойлап қалады. Онсыз да түнгі диванға тым тез үйреніп кеттім. Ол күртешесін алып жатып, жеңеше, ренжімеңіз, кейде әзілмен артық кетіп қалсам деді. Жоқ, бірақ сен бір нәрсені ұмытпа, әзілдің де, әңгіменің де өз орны бар. Білемін, жақсы. Ол табалдырыққа жеткенде бұрылып, бүгін күлгеніміз үшін рахмет деді. Мен жымиып, мені ұйықтатпағаным үшін саған рахмет айтуым керек пе жоқ па? Әлі шешкен жоқпын дедім. Екеуін бірге айта салыңыз. Жолым болсын. Ол шығып кетті. Есік жабылғаннан кейін үй іші тым-тырыс болып қалды. Бірақ бұл жолғы тыныштық кешегідей ауыр емес еді. Нұржан кеткен соң мен дастарханды жинап жүріп, түнгі әңгіменің бәрін ой елегімен өткізе бастадым. Бір сәттік жылы сөз, бір кесе шай, 2-3 дұрыс әзіл адамның ішіндегі мұзды ерітіп жібереді екен. Бірақ мен үшін ең маңыздысы басқа еді. Сол түні мен өзімді қайтадан тірі адамдай сезіндім. Тек біреудің әйелі, бір үйдің келіні емес, өз көңілі, өз шаршауы, өз күлкісі бар жан екенімді ұқтым. Телефоным тағы безілдеді. Күйеуім хабарласып тұр. Ұйықтадың ба деді. Жоқ, сенің досың таңға дейін әңгімемен ұйықтатпады. Ол ар жақтан күлді. Демек миссия орындалған. Қандай миссия? Сені жалғыз қалдырмай, көңілімді көтеру. Мен үнсіз қалдым. Күйеуімнің мені ойлап дәл осылай қам жасағаны жүрегімді елжіретіп жіберді. Рахмет дедім жай ғана. Мен келгенде бәрін сөйлесеміз деді ол. Сол сәтте менің көзіме жас емес жылы күлкі келді. Күйеуіммен сөйлескеннен кейін мен көп нәрсені түсіндім. Кейде адам сүйген жанын түсінбей жүр деп ойлайды. Ал шын мәнінде ол сеніңше жеткізе алмай жүреді. Менің күйеуім де солай екен. Сағындым деп күнде айта бермейді, бірақ мен түнде қорықпасын деп досын жіберіпті. Бұл оның өз тілмен айтқан қамқорлығы. Ал Нұржан ше, ол сол түні артық қадам жасамады. Жеңіл қалжың, аздап флирттің табы бар әңгіме болды, бірақ бәрі шектен аспады. Сол ішінде бұл оқиға ұят емес, керісінше естелік болып қалды. Мен айнаға қарап, көзінің асты шынымен көгермепті ме деп тексердім. Әй, түнгі лимон, дедім өзіме күліп. Содан кейін терезені аштым. Таңға ауа таза екен. Көңілім де сол ауамен бірге тазарып кеткендей болды. Кейде таңға дейін ұйықтамау шаршатпайды екен. Егер сол түн саған бір шындықты түсіндірсе, ол түн бекер өтпейді. Күйеуім вахтадан бір аптадан кейін оралды. Үйге кіре сала мені құшақтап алып. Ал, Нұржанның түнгі концертінен кейін әлі тірісің бе деді. Мен күліп жібердім. Тірімін, бірақ енді сен жоқта есік ашпас бұрын 2 рет ойланамын. Ол нәз болып күлді. Ол сені күлдірді ме? Күлдірді, ойландырды да. Күйеуім бірден салмақтанып. Мен кейде сөзбен жеткізе алмай қаламын, бірақ сені уайымдаймын деді. Мен оның көзіне қарап, түнгі әңгіменің бар мәні осы жерде түйіскенін ұқтым. Сол күннен кейін біз бір-бірімізбен көбірек сөйлесетін болдық. Ал Нұржан бізге келген сайын мен оны әзілдеп, «Эй, ұйқы жауы, шай ішесің бе?» деп қарсы аламын. Ол да, «Жеңеше, бүгін таңға дейін қалмаймын, уәде» дейді. Сөйтіп бір түнгі күлкі, бір түнгі әңгіме біздің отбасымызға реніш емес, жылылық келді. Кейде ең қызық түндер махаббатты бұзбайды, қайта оятады.
Егер осы оқиға сізге ұнаса, лайк басып арнама жазылып кетіңіз.